Сәлем, тоқман жақсы көретін қыз-келіншектер, сіздермен мен Әсел. Бүгінгі мастер-класста біз кішкентай қыз балаларға беретка тоқитын боламыз. Классический берет, ол үшін бізге осы Lizella на Gold Classic деген жіп керек. Бұл 100 грамда 240 метр, 4,5 миллиметрлік крючокпен тоқимыз, және қайшы, және бір контрастный түсті, басқа түсті жіп керек болады бізге қатардың басын белгілеп отыру үшін. Қыздар, бастамас бұрын мен бастың өлшем бірлігі 51-52 сантиметр болатын кішкентай қызға тоқып жатырмын. Оның шапканың 52 сантиметр болғанда, шапканың диаметрі донышкасын тоқу үшін біз донышка домалақ қып тоқып алып барып бортигін түсіреміз. Сол домалақ қып тоқып алатын жеріміз бізде 16 сантиметр болу керек. Бұл простой шапкаларда. Беретка деген үлкен болып тұрады. Ол үшін біз 5 сантиметр тағы қосып, сонда біздің домалақ тоқитынымыз, домалақнан тоқып алатынымыз 21 сантиметр болғанша, мына ара қашықтық 21 сантиметр болғанша біз круг тоқитын боламыз. Бисмиллах деп бастайық. Қолымызға, сұқ саусағымызға жіпті орап аламыз, осылай міне. Содан кейін крючокты астынан кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарып, ауа ілмегін ілеміз. Воздушный петля екеу, біреу және екеу. Содан кейін осы кольцоның ішіне біз 9 столб, полустолбик тоқимыз. Накид ілеміз. Осы кольцоға крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючоктағы 3 жіптен жұмыс жібін бірден тартып шығарамыз. Бұл бізде полустолбик. Мына столбик воздушный петляны қоса есептегенде 10 столбик, полустолбик тоқуымыз керек. Полустолбик тоқып болғаннан кейін соңындағы кішкентай жібімізді тартамыз, осылай домалағымыз жиналады. Енді біз жаңағы дайындалып алған басқа түсті жібімізді осы жерге қоямыз. Біз қатарықта аяқтау үшін біріктірмейміз, сол үшін осылай жіпті қойып аламыз. Енді мына бірінші петляға бірден тоқып кете береміз екінші қатарды. Келесі қатарды мына екі воздушный петлядан кейінгі мына тұрған петляға кіргіземіз. Накид ілеміз, қатарды бекітпейміз, дәл осы жерден екінші қатарды тоқып кете береміз. Енді келесі қатарда әр бір петляға мынаған әр қайсына 2-2-ден полустолбик тоқимыз. Міне. Біреу, екеу. Келесіне біреу, екеу. Осылай қатардың соңына дейін жіп, қызыл жіпке дейін әр петляға 2-2-ден тоқып шығамыз. Енді келесі қатар тоқу үшін жаңағы жібімізді келесі қатарға осылай просто жай ғана бүйтіп айналдырып қоямыз. Бұл қатардың басын көрсетіп отырады бізге. Накид іліп, келесі қатарларды біз бір столбик, полустолбик, келесіне 2 полустолбик. Осылай прибавка жасаймыз. Біріншісіне жай ғана бір полустолбик тоқимыз. Келесіне 2 полустолбик. Осылай чередовать етіп тоқи береміз. Қыздар, міне осы қатарды аяқтап, келесі қатарға көштім. Қатардың соңына келгенде тағы мына жіпті арт жағына, алдыңғы жағына осылай қатар біткен кезде ауыстырып отырамыз. Бұл қатардың басын көрсетіп отырады. Енді осылай дөңгелек қылып, расширение жасап, үлкейте отырып, 21 сантиметр болғанша, мына екі ара қашықтығы 21 сантиметр болғанша тоқимыз. Жаңағы қатарда біз
екі прибавканың ортасынан бір полустолбик қана тоқып шықтық. Енді екі прибавканың ортасында простой екі полустолбик болады. Оларды жұп болатын кезде, екі прибавканың ортасында жұп столбиктер тоқитын кезде біз оны бөлеміз. Өйткені бізде мынандай узор шығып кетпеу керек. Ол үшін ең біріншісіне бір ғана полустолбик тоқимыз, прибавка тоқимыз, кейін біреу, екеу, екі петляға кезек-кезек екі простой полустолбик. Енді үшінші петляға прибавка тоқимыз. Осылай чередовать етіп қатардың соңына дейін тоқимыз. Біреу, екі простой полустолбик, үшінші петляға прибавка тоқимыз. Осы қатарды осылай аяқтаймыз. Келесі қатарда біз екі прибавканың ортасында үш полустолбик тоқуымыз керек. Оны қатар басталғаннан бастап бірінші үш полустолбик тоқимыз, прибавка, үш полустолбик, прибавка. Өзгеріссіз осылай тоқи береміз. Қатардың соңына дейін тоқимыз, жібімізді айналдырамыз. Келесі қатар бізде екі прибавканың ортасына 4 полустолбик тоқуымыз керек. Ондай кезде бірінші екі полустолбик тоқып аламыз, кейін прибавка тоқимыз. Содан кейінгі қатарларда, содан кейінгі петляларға арасына 4 полустолбик тастап, прибавка тоқып, 4 полустолбик, прибавка, 4 полустолбик, прибавка. Осылай тоқып қатардың соңына дейін келеміз да, қатардың соңында бізде екі полустолбикпен аяқталу керек. Өйткені біз басында екі полустолбик тоқып, бірден прибавка жасадық. Келесі қатарда 5 полустолбик тоқуымыз керек. Тақ полустолбиктардың саны болған кезде біз бірден 5-еуін тоқып аламыз, содан кейін прибавка. Ал қатардың соңы бізде прибавкамен аяқталу керек. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрайсыздар. Келесі осылай қатарларды аяқтап, круг тоқимыз 21 сантиметрға дейін. Қыздар, міне осылай донышкасын тоқып аламыз өзімізге керек диаметрге. 21-22 сантиметр, бұл 51-52 сантиметрлік бас өлшемінің болған кезде осылай тоқимыз. Үлкен размерларға, женский размерларға 26-27 сантиметр тоқсаңыздар болады. Енді соңғы қатарға тоқып, прибавка жасаған соңғы қатарға біз маркер қыстырып қоямыз. Өйткені біз енді прибавка жасамай үш қатар немесе жіптеріңіздің қалыңдықтарына қарайсыздар. Үш қатар немесе екі қатар. Мен Lana Goldпен тоқып жатқаннан кейін мен үш қатар өзгеріссіз әр петляға бір-бірден столбик, полустолбиктар тоқып шығамын. Әр қатарға бір-бірден. Соңғы қатарда менде екі прибавканың ортасында 10 полустолбик тоқып шықтым. 10 полустолбик. Бірінші қатарда бір-бірден, екінші қатарда екі-екіден, үштен, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екі прибавканың ортасында 10 полустолбик бар. Осылай сіздер де жалғастырып, егер үлкен размерге тоқып жатсаңыздар, тоқисыздар. Қалаған диаметрға келгенше, одан кейін барып, женский размерлерді 5 қатар немесе 6 қатар тоқисыздар. Ешқандай өзгеріссіз прибавка жасамай, біз енді борттікін тоқимыз мынандай. Енді мен 3 қатар тоқимын. Кіші размерлер детскийға 3 қатар, 2 қатар жеткілікті. Үлкен размерлерға 5 қатар тоқимыз, 5-6 қатар. Жіптеріңіздің қалыңдықтарына байланысты. Енді еш өзгеріссіз әрбір петляға мынандай, әрбір петляға біреуін қалдырмай, әрбіреуіне бір-бірден полустолбик тоқып шығамыз. Айналдырып, осы маркердан кейін 3 қатар болу керек бізде. Қыздар, мен соңғы прибавкадан кейін 2 қатар өзгеріссіз каждый петляға полустолбиктен тоқып шықтым. Ендігі қатарларда біз убавка жасап тоқимыз. Убавка қалай жасаймыз? Соңғы қатарда біз қанша
екі прибавканың ортасында қанша полустолбик болды? Менде 10 полустолбик болды. Енді әр 10 полустолбиктен кейінгі екі полустолбикті убавкамен тоқитын боламын. Ол үшін 10 менде жұпсам болғаннан кейін ең бірінші убавканы мен бірінші 5 полустолбик тоқып аламын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Соңғы қатардың соңына келгенде мында 5 полустолбик қалады, соны бөлек тоқимын. Енді мына жерде накетілеміз, жіпті шығарып аламыз, накетілеміз, мына петлядан тағы жіпті шығарып аламыз. Осылай екі полустолбикті жартылай ғана осылай шығарып аламын да, осыны бірге тоқимын. Бір петлямен тоқи саламын. Келесі енді әр 10 полустолбиктен кейін біреу, міне 10-шы полустолбик. Енді келесі екі полустолбикті мен убавка жасауым керек. Ол үшін накид ілемін. Мына петляға крючокты кіргізіп жұмыс жібін тартып шығарамын. Мынаны бір тоқысаңыздар бітті ғой, полустолбик тоқылады ғой. Енді оны тоқымаймын, тағы накид іліп алып, келесі петляға кіргізіп жұмыс жібін тартып шығарамын. Менде крючокта осындай 5 жіп болды. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Осы 5 петляны бірден тоқимын. Осылай убавка жасаймын. Егер басқа түрін білетін болсаңыздар, басқаша убавка жасасаңыздар болады. Мен осылай дұрыс деп айтпаймын. Мен тек қана мен қалай тоқимын, соны ғана көрсетемін сіздерге. Енді тағы да 10 полустолбик тоқимыз. Екеуін бірге убавка. 10 полустолбик убавка. Соңына дейін тоқимыз. Соңында мына жерде 10 полустолбик убавка болады да, соңында 5 полустолбик қана тоқисыздар. Сонымен қатар аяқталады. Енді қыздар бізде осындай болды. Бірінші қатар убавканың өзінде осылай кішкене ішке қаратай осылай кірді. Енді екінші қатар убавка. Екінші қатар убавканы әрбір 9 полустолбиктен кейін тоқимыз. 9 полустолбикті тоқып аламыз бірінші, содан кейін убавка жасаймыз. Қатардың соңында бізде убавкамен аяқталу керек. Тақсандарда солай убавкамен аяқталады. Жұпсандарда біз оны екіге бөліп, бірінші келесі қатарда 4 полустолбик тоқимыз, содан кейін убавка. Қатардың соңында бізде 4 полустолбик қалу керек. Солай қысқарта береміз. Қазір 9 полустолбик, келесі қатар 8, одан кейін 7, одан кейін 6 полустолбиктен кейін қысқартамыз, содан кейін кездесетін боламыз. Әзірше осылай видеода көрсетілгендей убавканы жасап, әр 9-шы петлядан кейін осылай әр 9-шы петлядан кейін убавканы жасаймыз. Қатардың соңында убавкамен аяқталады. Келесі қатар әр 8-ші петля сайын. Ол кезде қатардың басында 1, 2, 3, 4 полустолбик тоқып аламыз, содан кейін екеуін убавка жасаймыз. Одан кейінгілерде әр 8 петля сайын қысқартамыз. Қатардың соңында бізде 4 полустолбик қалу керек болады. Одан кейін 7 полустолбик тоқып убавка жасаймыз. Қатардың соңында бізде убавкамен аяқталу керек. Келесі қатар 6 полустолбикпен. Убавкалардың арасында 6 полустолбик болу керек. Міндетті түрде. Мында убавка жасадыңыз, 6 полустолбиктен кейін мына жерде тағы убавка болу керек. Осы екі убавканың ортасында бізде 6 полустолбик болу керек. Осылай 6 полустолбикқа дейін қысқартып отырып өзіміз тоқитын боламыз. Қыздар, міне біздің соңғы убавкамыз 6 полустолбик сайын болды. Бізде осындай әдемі болып жиналып қалды. Міне маркер тұрған жер. Одан кейін екі қатар тоқыдым. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5 қатар убавкамен тоқыдым.
Енді мынау біздің баланың басына үлкен болып кетеді. Өйткені менің жібім созылады. Енді бір қатар тағы убавкамен тоқимын. Келесі убавкалық тоқылатын қатар 5 столбик, полустолбик сайын убавка жасап отырамыз. Міне осындай болды. 5 полустолбик сайын убавка жасап, келесі қатарды тоқимыз. Накитіліп, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Накитілеміз. Келесі убавка жасайтын екі петляға біріншісінен кіргізіп жұмыс жібін тартып шығам. Накитіліп, екіншісінен кіргізіп жұмыс жібін тартып шығарам. Және крючоктағы барлық петлялардан жұмыс жібін тартып өткізіп аламын. Мен осылай убавка жасаймын. Егер сіздер басқа способ білетін болсаңыздар, солай тоқысаңыздар болады. Так, келесі қайтадан ортасына 5 полустолбик тоқып аламыз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді тағы убавка. Накид, жұмыс жібін тартып шығарам. Келесі петлядан жұмыс жібін тартып шығарам. Осылай. Енді тағы 5 столбик, полустолбик тоқимын. Осылай қыздар, қатардың соңына дейін алдың қатарларды қалай тоқыдық, солай тоқып шығамыз. Бір қатар убавка жасап, одан кейін біз столбик без накидпен 5 қатар көтереміз. Ең соңында рачишакпен жүріп өтеміз артқа қаратай. Осындай әдемі, өте оңай тоқылатын берет тоқып шығамыз. Қазір полустолбиктармен қатардың соңына дейін әр 5 полустолбиктан кейін убавка жасап отырып, қатардың соңына дейін тоқып аламыз. Мына жіпке дейін. Бұл жіп бізде қатардың басын соңын білдіріп отыратын жіп. Осылай смещение болады. Біз по спирали тоққаннан кейін бізде смещение болады. Әр қатарда біз осы жіпті әрі бері айналдырып отырамыз. Енді осы отметкаға дейін убавкамен тоқып шығамыз. Одан кейін столбик без накидпен тоқимыз. Міне қыздар, соңғы қатар тоқып шықтым. Әр убавканың ортасында 5 полустолбик болды. Енді біз столбик без накидпен тоқимыз. Жібімізді артқа қаратай жібереміз. Соңғы қатар убавкамен аяқталған. Әр петляға бір-бір простой столбик без накида. Крючокқа накид ілмейміз, просто без накидпен тоқып шығамыз. Осылай 4 немесе 5 қатар тоқимыз. Егер бала жаныңызда болса, баланың басына кигізіп көріп отырып тоқысаңыз, онда әдемі шығады. Анық білесіз қанша тоқу керек екендігін. Қалауларыңызша маңдайын жауып тұрса да болады. Міне қыздар, мен осылай тоқып шықтым. Осы жерінің биіктігін өздеріңіздің қалауларыңызша тоқисыздар. Баланың басына кидіріп көріп, немесе өздеріңізге тоққан болсаңыздар, өздеріңізге киіп, айнаға қарап көріп, осы жерін биіктеу қылып тоқуға да болады. Енді біз рачишакпен артқа қаратай тоқимыз. Міне соңғы столбик, менде қатты созылып кетті. Соңғы столбик тоқимыз. Келесі петляға соединительный кіргізіп тоқып аламыз. Енді крючоктағы жіпті кішкене тартып, крючокты дәл осылай мына кейінгі артқа қарата тоқимыз. Кейінгі петляға кіргіземіз. Жұмыс жібін кішкене тартамыз. Жұмыс жібін айналдырып алып шығамыз. Сонда жаңағы петлядағы крючоктағы петлямыз арт жағында қалды. Жұмыс жібі алдына қаратай өтті. Енді осыны столбик без накидамен тоқимыз. Енді осылай рачишакты артқа қаратай тоқып шығамыз. Міне. Тағы келесі петляға артқа қаратай өтеміз. Жұмыс жібін кіргіземіз. Жұмыс жібін тартып шығарамыз.
крючоктағы петля арт жағында, жұмыс шыбы алдында тұрды. Енді осыны осылай бір петлямен шығарып тоқып аламыз. Осылай айналдырып ратишакпен тоқып шығамыз. Осымен соңына дейін тоқимыз. Береткамыз бітті. Только отпаривать етуіміз қалды. Осылай айналдырып соңына дейін тоқып шығамыз. Бізде осындай шеті әрленген болып шығады сонда. Міне қыздар, соңғы петляға ратишак осылай кіргізіп тоқып аламын да, жіпті кесіп, осылай мына жіпті шығарамын. Енді кішірек крючоктың көмегімен мына жіпті крючокты тоқыманың ішкі жағынан кіргізіп, ең бірінші тоқылған ратишактан ортасынан артқа қаратай жібімді жұмыс жібін өткізіп аламын. Осылай аяқтаймын ратишагымды. Енді мына жерге бір жеріне закреплять етемін. Міне крючоктың көмегімен немесе иненің көмегімен де істесеңіз де болады. Жіптерін жасырып осылай шығарамын да, мына жіпті осы жерге жасырамын. Ортадағы центрдағы қалған жіпті жасырамын. Қыздар, міне осындай әдемі беретка, оңай әрі тез тоқылатын беретка тоқып шықтық. Осымен мастер-класс аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға, қарағандарыңызға алғысым шексіз. Менімен бірге, менің каналыма қосылып, тоқыманың қыр-сырын үйреніп, бірге әдемі туындылар тоқиық.